Шу ауданында асыл тұқымды мал басы саны артып келеді. Оның өзі ет және сүт өнімдерімен тек өңірді ғана емес, шетке шығаруға да мүмкіндік беруде. Шаруашылықтың шырайын кіргізіп, өнім көлемін өркендетіп отырған шаруалар жайлы тілшіміз Бақытжан Сәбетұлы айтып береді. Көктөбе ауылы аудан орталығынан небәрі 12 шақырымда орналасқан. Жергілікті тұрғындар негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Соның бірі Нұрбек шаруа қожалығы. Үкіметтің көмегіне сүйенген олар 2016 жылы бір асыл тұқымды бұқа мен сүт бағытындағы 30 сауынды сиыр алыпты. Сүті субсидияландырылады. Қыстан қысылмай шыққан мүйізді ірі қараның қоңы жақсы, төлі есебінен көбейіп жатыр. 2016-да Нұр Отанның ықпалымен сүт өндіруге 6 миллион жұмыспен 2020 бағдарламасымен алғым. 4,5 жылға 1 жыл демалыс берді. Енді ақырын кредитіміз төлеп отырмыз, сүт өткізіп отырмыз 100 теңгеден. Жаман емес. 30 сиыр алдым. Соны сауып, бағып, төлін сатып, кредитіміз төлеп отырмыз. Сүтін өткіземіз 100 теңгеден. Ал осы ауылдағы Нұреке шаруа қожалығы ет бағытындағы асыл тұқымды бұқалар ұстайды. Мал бордақылау алаңында қазірдің өзінде 80 бас мүйіздері қара тұрса, ет өнімі Шу өңірімен қатар Алматы қалаларына жіберіледі. Жалпы Шу ауданы бойынша былтыр 14 мың тонна ет өндірілсе, оны меркі зауыт арқылы шетке де шығаруға мүмкіндік туып отыр дейді аудан басшылары. Меркі ет зауытына біз апарып жетірміз, ал олар тікелей Иран мемлекетіне экспорттап отырмыз. Бізден және өздерінен қабылданған еттерді. Бүгінде малды асылдандыруға арналған бағдарламалардың шапағатын көріп жатқан шаруалар көп. Егістік саласын еселеп, мал дамытуда мақсат тұтқан Шу ауданының өзінде өткен жылы 4 ірі өндірістік кооператив құрылған. Олар қомақты қаржыға қол жеткізіпті. Соның арқасында 4 түлікте түгенденіп, бәсекелестікке қабілетті өнім де өркендеп келеді. Бақытжан Сәбетұлы, Жұмахан Төлеуұлы, жаңалықтар қызметі.